Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет Жинашынардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода кезекті құрағымыздың деталін сызатын боламыз. Ол үшін бізге тең 3 бұрыш керек болады. Табандары 15 сантиметрден. Мінекей мен бірінші сызығымды сызып алдым. Осы 15 сантиметрлік сызығымның тең ортасынан 7,5 сантиметрден перпендикулярны сызық түсіріп, сол перпендикуляр сызығыммен бірінші сызған сызығымның басымен 15 сантиметр болып қиылысатын жерге дейін сызатын боламыз. Мінекей екінші басы да мына үшбұрыштың табандары 15 сантиметр болу керек. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай. Енді дәл осы 3 табаннан тең ортасын 7,5 сантиметрден белгілеп аламын. Да, осы белгіленген табандағы нүктелерді бұрыштарымен қосып, олардың центрін табатын боламын. Мінекей. Енді сол жақ табанын оң жақ бұрышымен әдемілеп қосқанда центрі шығады. Тура осы центрдан 1 сантиметр көтеретін боламын. Менде бұл клетка болғандықтан 2 клетка көтердім. Міне дәл осылай сызып аламыз деталімізді. Екінші жақ басын қосамын. Міне деталім осымен дайын. Енді осы дайын болған деталімді әдемілеп отырып қиып аламын да. Бұл детальдарды жұмыс барысында көп қолданатын болғандықтан әдемілеп қатты қағазға қиып жапсырып аламын. Кеттік онда бірге дайындайық. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіре отырсаңыздар, маған шабыт беретін едіңіздер. Мінекей сонымен әдемілеп қиып та алдық. Енді осы қиып алған үшбұрыштарымызды үйде қандайда бір қатты қағаз, аяқ киімнің коробкалары, міне мен сияқты осындай қатты қағазға бәрін осы дайын болған детальдарымызды жабыстырып аламыз да. Осылай әдемілеп қиып шығамыз. Сонымен достар, келесі видеода дәл осы детальдармен матаға қалай қалдықсыз пішетінін көрсететін боламын. Күтіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.